Құрбым 10 жасында педофилге зорланды. Ол педофил өзінің туған әкесінің бауыры болды. Ол кезде 10 жас кезінде ата-анам мені қолдамайды, мені кінәлайды, мені ұрсады деген секілді әртүрлі жағдай болады деп, мені мүлдем қолдамайды, менен бас тартады деген оймен ол ата-анасына айтуға ұялды. Яғни ұят болады деу арқылы ол өзінің сезімдерін, қорқыныштарын жасырып қалды. Сол 10 жылдан кейін осы уақытқа дейін 20 жыл уақыт өтсе де, әлі күнге дейін жабулы қазан жабулы күйінде қалды. Менің қазіргі ата-аналарға айтарым, өзіңіздің балаңызбен ашық түрде отырып, жеке сөйлесе аласыз ба? Балаңыз өзінің ішіндегі қандай да бір стресстік жағдайлар болсын, қандай да бір уайымы болсын, қандай да бір өзінің ойлары болсын, сізге айта алады ма? Балаңызға қаншалықты жұмсақсыз, қаншалықты сіз балаңызды тыңдай аласыз? Қаншалықты сіз балаңыздың ойымен, қандай да бір шешімдерімен келісе аласыз? Ата-ана ретінде баламен дұрыс қарым-қатынас жасап жүрсіз бе?